Бисмилlah, бүгінгі сабағымыз бабун наат. Наат бабы. Алдында біздер өткен болатымыз ат-таваби төртеуі біздерде. Соның біріншісі ан-наат. Әрқайсына жеке-жеке тоқталамыз. Ан-наату табиун лил-ман'ути фи раф'ихи ва насбихи ва хафтихи ва ta'рифихи ва танкирихи. Наат дегеніміз ман'утқа ерет дейді. Наат дегеніміз ман'утқа ерет. Яғни наатты кей кезде сифа дейді, сипат деп айтады. Ман'утты маусуф деп сипатталған нәрсе дейді. Яғни наат сифа алдыңғы сипатталған ман'ут немесе маусуф деп атаймыз, соған ереді. Яғни иғрабында ереді, раф болса раф, насб болса насб, хафт болса хафт. Және тариф ва танкир, яғни марифа болса марифа, накира болса накира. Дәл солай санында да ереді. Ал-адад, яғни муфрат болса муфрат, мусанна болса екілік мусанна, жам болса жам. Яғни наат оның алдында келетін ман'утқа, маусуфқа ереді. Иғрабында, марифа накирасында және санында. Енді марифаларды және накира туралы айтатын болады. Ал-ма'рифату хамсату ашия. Ма'рифа дегеніміз ол 5 нәрсе дейді. 5 нәрсе біздерде ма'рифа. Біріншісі ал-исмил мудмар. Ал-исмил ал-мудмар, яғни дамайрлер. Дамайрлер наху ана ва анта. Яғни ана, нахну, анта, анти, антума, антум, антунна. Хуа, хия, хума, хум, хунна. Бұлар біздерде дамайрлер ма'рифа, белгілі болып есептелінеді. Белгілі. Ма'рифа деген белгілі. Екіншісі ал-исмил алам. Ал-алам деген ол атау. Яғни адамның аттары, жер, су, елді мекеннің аттары ал-алам дейді. Мысалы, наху зейдун ва Макка. Яғни адамның аты және қаланың аты. Үшіншісі ал-исмил мубхам. Ал-исм мубхам біздерде исмул ишара деп атайды. Яғни сілтеу есімдіктері. Хаза ва хадихи ва хаулаи. Хаза, хазани, хадихи, хатани, хаулаи. Олар біздерде исмул ишара. Төртіншісі ал-исмул лази фихи алифу ва лам. Яғни алиф ламмен келген есім. Алиф лам кірген болса, ол біздерде ма'рифа. Ар-раджулу вал-гуламу. Ар-раджулу вал-гуламу секілді. Бесінші ма'рифа бізде ума удифа иля вахидин мин хадихил арбаа. Осы аталған жоғарыда 4 ма'рифаға мудоф болатын болса, онда ол ма'рифа болады. Яғни осы аталған 4-еуі мудофын илейхи болады, ал оларға қосылған сөз мудоф ма'рифа болып кетеді. Мысалы, біріншісіне китаби, китабуна, китабука дамирге. Ал аламға қосылса китабу зайдин. Исм ишараға қосылатын болса китабу лази жаа, китабу ар-раджул. Төртіншісінде кірсе алиф ламмен китабу ар-раджули. Түсінікті. Енді накира. Ан-накирату куллу исмин шаи'ин фи джинсихи ла яхтассу бихи вахидун дуна ахар. Накира дегеніміз ол белгісіз деген сөз. Яғни кез келген бір есімді, оның барлық бөліктерін қамтитын есімді айта аламыз дейді. Яғни белгілі бір затты мақсат қылып тұрған жоқпыз, көздеп тұрған жоқпыз. Яғни бейдун десем, ол жалпы үйдің атауын айтып отырмын, бірақ белгілі бір үйді айтып жатқан жоқпын. Егерде мен белгілеп айтқым келсе, онда мен алиф лам қосам әл-бәйту, немесе жаңағыдай аламға адамның атына қосам, мысалы бәйту зайдин. Немесе жаңағыда аталған 4 ма'рифаларға қосқан кезде ол ма'рифа болады. Ал жеке танумен айтқан кезде бейтун, яғни белгісіз. Ва тақрибуху куллу ма салаха духулул алифи вал лами алейхи наху ар-раджулу вал фарасу. Яғни түсіндіріп айтқан кезде кез келген есімге алиф ламды қосып айтылатын болсақ, ол ан-накира дейді. Яғни бейтун, раджулун, фарасун, олар накира. Оларға алиф лам қосуға болады. Әл-бейту, ар-раджулу, әл-фарасу. Демек, бұл сөз біздерде накира. Енді ан-наат дегенді айта кетейік. Мысалдар келтірді. Тақулу қама зейдун ал-ақилу. Яғни зейдун біздерде ман'ут, яғни маусуф. Ал-ақилу біздерде наат, яғни зейдунға иғрабында еріп тұр. Иғрабында еріп тұр, яғни ол марфу, зейдун. Ал-ақилудан марфу болды. Зейдун мудаккар, ал-ақилу мудаккар, ертегінде екеуде. Және зейдун бір муфрат жекеше, дәл солай ал-ақилу жекеше келіп тұр. Ураайту зейдин ал-ақила, умарарту би зейдин ал-ақили. Яғни иғрабтан насып кезінде еріп тұр, және жар кезінде іліп келіп тұр. Дәл солай әйел тегінде де айтсақ болады. Қамат хиндун ал-ақилату, ураайту хиндан ал-ақилат, умарарту би хиндин ал-ақилати. Түсінікті.
Дәл солай біздер екі адамды да айта аламыз, яғни санында. Қама аз-зайдани ал-ақилани, вараайту az-зайдайни al-ақилайни, умарарту biz-зайдайни al-ақилайни. Яғни ол иғрабында, санында мағрифа болу және накира болуында. Накира кезінде, мысалы, қама талибун мучтахидун, яғни накирада. Накира болса накира, мағрифа болса мағрифа. Иғрабқа келетін болсақ, قام زيد العاقل. قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. العاقل نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Дәл солай алдыңғы сөз қандай иғрабта болатын болса, келесі сөз наат болады, оны сипаттаушы. Дәл соның үкімін алады. Осымен аяқтаймыз.